Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен Шымкент көлік колледжінің арнайы пән оқытушысы Роман Айдана Жәнібекқызы. Бүгінгі пәніміздің атауы жол және станция құралы. Жол және станция құралы пәні бойынша теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару мамандығының күндізгі қашықтықтан оқыту үшін студенттерге электронды түрде жолаушылар станциясын тағайындау және оларды жіктеу тақырыбын ұсынамын. Жаңа тақырыпқа көшпес бұрын сіздерге бірнеше сұрақтарым бар. Осы сұрақтардың жауабын Smart Nation порталына жүктеңіздер. Бірінші, парктер дегеніміз не? Екінші, парктер қызметіне қарай қандай түрлерге бөлінеді? Үшінші, бағыттамалық бұрманың қажеттілігі. Төртінші, станция кезекшісі қандай қызметтер атқарады? Бесінші, станция кезекшісі болсаңыз, қандай жетіспеуші құралдарға тапсырыс берер едіңіз? Сұрақтардың жауабын Smart Nation порталында күтемін. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы жолаушылар станциясын тағайындау және оларды жіктеу. Жолаушылар станциясы жолаушыларға, жолаушылар және қала маңындағы пойыздарға қызмет көрсету болып табылады. Жолаушылар станциясы халқы 1,5 миллионнан астам ірі қалаларда салынады. Жолаушылар кешенінде жолаушылар ағыны үлкен қалаларда 2 немесе одан да көп жолаушылар станциясы болады. Жолаушылар станциясының қызметі. Жолаушылар станцияларында жолаушыларға қызмет көрсету операциялары орындалады. Билеттерді сату, багажды қабылдау мен беру, жолаушыларға тұрмыстық қызмет көрсету және пойыздың ішінде жолаушыларға жайлылық сыйлау. Жолаушылар станциясы келесі негізгі операцияларды орындайды. Жолаушылар және қала маңындағы пойыздарды қабылдау мен жөнелту. Қала маңындағы және жолаушылар құрамын беру мен жинау. Багажды тиеу түсіру. Жүк багажы және почтасы. Жолаушыларды түсіру, отырғызу мен қызмет көрсету. Транзитті жолаушылар пойыздарына қызмет көрсету. Жекелеген вагондарды немесе бірнеше тобын ағыту және тіркеу. Қажет болса сумен, отынмен және басқа операциялармен қамтамасыз ету. Жолаушылар пойыздары локомотивіне қызмет көрсету. Локомотивті беру мен жинау бойынша локомотивті бригаданың ауысымы, ал кейбір жағдайда локомотивтерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеу операцияларын орындау. Жұмыстың сипаты мен негізгі тағайындауына байланысты жолаушылар станциясы 3 түрге бөлінеді. Алысқа, жергілікті және қала маңындағы қызмет көрсетуші, тек қала маңындағы қозғалысқа қызмет көрсетуші, жолаушылар техникалық станцияларына. Теміржол бойымен алысқа сапар шегуіне байланысты жолаушыларды бірнеше категорияға бөлуге болады. Алысқа жол жүретін жолаушылар тікелей жергілікті транзитті қатынаста жүретін, қала маңында қатынаста жүретін жолаушылар. Жалпы бізде қатынастың 5 түрі бар. Алыс қатынас, транзиттік қатынас, тікелей қатынас, жергілікті қатынас, қала маңы қатынасы. Алыс қатынасқа 200 километрден артық арақашықтықта бір немесе бірнеше жолдар шегінде жүретін алыс және жергілікті пойыздағы жолаушылар жатады. Транзиттік қатынасқа алысқа жол жүретін жолаушылар сол вокзалдан бір пойыздан басқа пойызға ауысып мінетін жолаушылар. Тікелей қатынаста вагондарды ауыспай-ақ алысқа жол жүретін жолаушылар. Жергілікті қатынас бір жолдың шегінде 200 километрден артық арақашықтықта жүретін жолаушылар. Қала маңындағы қатынас. Қала маңындағы қозғалыс аймағы шегінде негізінде негізгі станциядан 150-200 километрге дейін жүретін қала маңындағы пойыздардың жолаушылары жатады.
алысқа жол жүретін жергілікті және қала маңындағы қозғалысқа қызмет көрсететін жолаушылар станциясында мынадай құрылғылар болуы тиіс: вокзал және соған жататын вокзал маңындағы алаң, қабылдау жөнелту жолдары, бір және әртүрлі деңгейде жолаушылар платформасы, өзара және вокзал маңындағы алаң мен платформаны байланыстыратын өткелдер, тоннельдер, жаяу жүргіншілер көпірі, почталық багаж құрылғылары, егер оларды жолаушылар техникалық станцияларында орналастыру мүмкін болмаса, қала маңындағы құрамның тұрақ паркі, жалғамалы жүріс, тартымдық және басқа жолдар, локомотив және вагон шаруашылығы, автоматика байланыс, жарықтандыру, сумен қамтамасыз ету, канализация және тағы басқа құрылғылары. Құрметті студенттер, бүгінгі тақырып бойынша сіздерге бірнеше тапсырмаларым бар. Бірінші тапсырма: жолаушы станциясында орындалатын негізгі операцияларды айтамыз. Жолаушы сөзіне сөзжұмбақ құрастырамыз. Сіздерге жолаушы станциясы туралы толық мәліметті видеосы бар ссылканы жүктедім. Осы ссылка арқылы видеоны қарап, тақырып бойынша 10 тест сұрақтарын құрастырамыз. Құрметті студенттер, елімізде болып жатқан төтенше жағдайларды ескере отырып, үйде болыңыз деп айтамын. Жауаптарыңызды Smart Nation порталында күтемін. Сау сәлеметте болыңыздар.